Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Динара Ибраева. И бүгінгі Қазақ ТВ каналында мен ендігі зодиакалды видеоролигімізді бастаудан бұрын, әлбетте, өзімнің платформаммен пайдаланған қалетте қазіргі 2-3 аптаның ішіндегі естіп келе жатқан қорқынышты хабарларымызға қарсы, яғни әйел кісілердің құқықтарын одан да жақсы қорғап келуіне көмек болатын құралға, яғни петицияға қол қойыңызды сіздерден сұранамын. Яғни ссылка арқылы сол петицияға кіріп, жалпы ары қарай келешекте әйел кісілеріміз, ол дейтін әпше сіңілдеріміз болсын, туған шешелеріміз, немесе бір қандайдар туыс-туысқандарымыз болсын, солардың келешектеріне әсер көрсету мағынасында өзіңіздің даусыңызды пайдалануды сұранамын. Яғни ол дейтін ескіше қандайдар қыздардың өздері провокация жасайды, қыздардың өздері сау бастарына сақина тілеп алады дейтін ескі ойдарды ұмытқан қалетті. Шынымен әлі қаншадан қанша әпке сіңілдеріміз қорлап, зорланып келіп атқандығын, немесе жалпы далада жүріп атқанда қандайдар бір өкінішті әрекеттерін барлығын тоқтату мағынасында әлбетте өзіңіздің даусыңызды пайдаланған қалетте петицияға қол қойыңызды сұранамын. Осылайша шынымен осы күнге дейін үйреніп келген зодиактардың мінезімен кімдермен үйлесімді болатындан басқа ары қарай зодиактардың сыртқы көрінісімізге қалай әсер көрсететіні туралы видеороликтерімізді ары қарай да жалғастырғым келіп тұр. Себебі шынымен астрологияда күн, ай немесе басқа планеталардың әсері нақты сыртқы көрінісімізге емес, көбірек табиғатымызға, мінезімізге қарасты болады. Ал сыртқы көрінісімізге әсер етуші басты критерий ол әлбетте асцендент орны деп есептеледі. Ол дейтін нақты ерекшеліктермен, артықшылықтармен физикалық көрінісімізді түсіндіруге қабілетті нүкте деп есептеледі. Жалпы асцендент терміні ол сіз сәби кезіндегі алғашқы тынысыңызды алған сәтте шығыс көкжиекте көтеріп келе жатқан зодиак белгісін сипаттау үшін қолданылады. И астрологияда ол жанның денеге ену сәті деп аталар екен. Айтайлық асцендент сары шаяндар белгісіне түскен қалетте басқарушы планетасы Плутон көтерілуінде сыртқы келбеті жұмбақ, біршама ашуланшақ және кішкене қараңғы жағымды көрінеді. Олардың өте берік, күшті және кен иықтары бар. Бет жиі төртбұрышты, айқын ерекшеліктері еніп кететін тартымды көздері және сезімтал еріндері болады. Олар әдетте орташа биікте, немесе сәл қысқарақ және артық салмақ арттыруы мүмкін болар екен. Сыртқы көрінісінде асцендент сары шаяндар өзгеше көздерімен басқалардан ажыралушы, мүсенделген бетімен, бұрышты қарыстарымен тура тірі шайтанның өте тартымды мағынада шақырушы, жаулап алушы энергияға ие болады. Ары қарай гипнозға түсіруге қабілетті көз қарасымен, яғни жаулап алып, қалағанымды жасап, ақырында жүрегімді мұжып, жерге тастап жіберем деген бір қандайдыр қараңғы ниетті адамдарға ұқсас болады. Жалпы асцендент сары шаяндар көрінісі жұртты таң қалдырушы, өзіне қарай тартатын, өзгеше магнитті күштеріне ие болады. Әйел сары шаяндар өлімші әйелдердің образын беруші, яғни фем фаталь типтегі қарым-қатынаста доминантты рөлді қуана таңдаушы. Дегеніміз, жұрттың көмегінде мүлдем мұқтаж болмаушы. Олар көбінесе біреудің ізімен жүргеннен өздері басқаруды қош көруші болады. Қараңғы вариантты өздері қызғаншақ, манипуляторлық жасаушы типті, сол токсичные отношения рөлдегі токсикалы партнерлердің деңгейін бізге көрсетеді. Дегенмен, олар бір дегеннен атылмай, жай-жаймен барлығын жинаушы, и ақырында қаны максимум дәрежеге толған кезінде ғана манипуляторлық қылықтарын жасап келеді. Асцендент сары шаяндар эмоционалды, өздері секілді жабық, немесе жалпы сезімдерді түсінбейтін адамдарға қатаң қараушы. Жалпы оларды менсінбей, ақылдылығын сораққа қоюшы жандардан аулақ жүреді.
себебі олар өте қатты намысшыл болады. Ары қарай асцендент сары шаяндардың өзіне тән болған ауыр, өзгеше көзқарасы бір дегеннен шошытушы. Бірақ шынында сол түрі сканер режимінде барлық қылық әрекетімізді, басқа майда шүйдемізді, барлық ақпаратты іздеп, баға беруге ұрынатын қалетте жүреді. Сыртылай асцендент сары шаяндар көбінесе жағындауға тыйым салушы адамдар кейпін береді. Тура бір көпті көрген кәрі апа-аталарымыздан энергиясын көрсетіп, яғни old school типтағы адамдар секілді бір дегеннен шошыту мүмкін екен. Сатқындықтарды сол өліммен өте жағымсыз өмірлік тәжірибелері себебі өте қатаң көріну мүмкін. Өмір бойы кризистен кризиске түсіп, үйренген сабақтарын жаза ретінде бақыламай, жылда-жылы оларды жүрегінен тастап жіберіп, жаңалықтармен жаңа сабақтарға даяр болу керектігін өз алдыналарына қояды. Стиліне келгенде, талғампаз, кездейсоқ гранж, рокер стилі, немесе ыңғайлы кездейсоқ стиль киім таңдар екен. Ары қарай оларға қара, қызыл және су реңктер өзгеше үйлесімді болады. Денсаулығы асцендент сары шаяндар иш қатудан немесе басқа ас қорыту мәселелерінен зардап шегуі мүмкін. Бірақ олар әдетте күшті. Денсаулық мәселелеріне төзімді және денсаулыққа қатысты мәселелер туындаса, олардың қалпына келтірудің керемет күштері болады. Ал ішкі табиғатына келгенде, ондай адам трансформация, яғни өзгеру, жою, мүлдем бұрынғы көрінісін өзгертуден. Керек болса, балалық шағынан дамытып келген көз қарастарын оңай өзгертуші. Өзі жалпы тура феникс құсы секілді кардиналды өзгерулерге, мүмкін өлім себебі, пайдасыз идеяларын, тіпті қарым-қатынастарын, мүмкін пайдасыз болатын таныстары мен достарын жиі тағыды оңай ұмытушы. Яғни шынымен өмірінде жаңа орын алған өмірлік философиясына сәйкес, олар сондай бір керекті, сондай жаңа форматта ойлаушы, жаңа адамдарды іздеуші болады. Әлбетте, оның себепшісі өлім планетасы Плутон кінәлі болады. Қалай болса да, асцендент сары шаяндар туыс-туысқандары немесе қоғам күтуіне сәйкес өмір сүрем деп ұрынса да, сол басқарушы планетасы Плутон себебі бәрібір өзгеруіне тура келер екен. Себебі Плутон ол өлім, тағы да трансформация, яғни өзгеру планетасы деп келеді астрологияда. Ары қарай ол қандай өзгеріс немесе өмірлік жағдай болса да, олардың кармасында ардайым өсу, менмендігін түсіру, жұртқа көбірек жанашыр болу. Бірақ ол дейтін көбінесе өте ауыр сынақтар себебі амалға асырылып келеді. Сондықтан оның шешімі әлбетте өзгерістерге оңай көнігіп, жұрт не дейді, қалай өзгеремін дегендерді мүлдем ұмытып, жалпы плыви по течению болып кеткені дұрыс болатынша. Сары шаян белгісі әлбетте су табиғатына қарасты белгі болғандықтан өте эмоционалды, интуитивті, әрине ашықша балықтармен немесе шаяндар секілді өз сезімдерін көрсетіп отырмаса да, олар көбінесе оқшауланған, терең сезімдерін жасырып, артықша ақпаратты айтып жібермеуге тырысады. Қоршап тұрған адамдармен эмоционалды дистанцияны сақтауға әрекет қылады. Ары қарай сол тереңдігі себебі сары шаяндар оккультті, яғни қараңғы ақпарат сүгіштеріне айналады. Сол терең сезімдерін логикамен емес, басқа жасырынған күштер арқылы түсінуге әрекет қылады. Сондықтан олар қарапайым адам сенгісі келмейтін басқа дүние болсын, шайтандар, карма дегендерге өте қызығушы болады. Жалпы олар қараңғы тақырыптарды қозғатудан шошымайтындардан. Ары қарай оларға психологияда, яғни адамдар мінез құлқы сияқты ақпаратқа да қатты қызығыш көрсетеді. Қарқынды, күшті эмоционалды қабілеттері әрине жалғыздықта біраз қалу, соның барлығын қазым қылу сәттеріне келеді. Тіпті азап шегу сәттері болса да, жалғыз қалып, соның бәрін қорытынды қылуға ұмтылады. Сыртылай асцендент сары шаяндар өте өзіне сенімді,
өздерін жоғары ұстап келушілерден болып көрінсе де, оның барлығы өмір бойы алынған сабақтар. Себебі жүзеге келген нәтиже ретінде көруге болады. Әлбетте ондай қараңғы өмірде болып келген сабақтар арғарай өздерін қалай ұстау, адамдарды түсіну күшіне әкеледі. Солайша көбінесе барлық эмоционалды сәттерді бірнеше реттен өмірінде көрген асцендент сарышаяндар драма немесе сол терең психологиялық, триллер, ужас жанрындағы ойнаушы керемет актерлер келіп шығады. Шынымен сол барлық қахраманның сезімдерін айқын аудиториясына көрсетуге қабілетті жандар болып келеді. Сондықтан әлбетте асцендент сарышаяндардан кино немесе театр ағымдарын пайдаланса дұрыс болып келеді. Дегенмен шынайы өмірде өзінің терең сезімдерін жасырушы, бөлісіп отырмай, өздерін эмоционалды жалаңғаш сезінуші қалетке түскісі келмейді олар. Ақырында психология, психиатрия немесе медицина ағымдарына да байқайтын болса, әлбетте бағы ашылуы мүмкін болады. Әлбетте видеоролик ақырында осындай бір жасалған ақпарат сіздерге ұнаған жағдайда лайк, комментарий, подписка жасауды да ұмытпаңыз. Сонда Қазақ ТВ каналында одан да көбірек видеороликтер келіп шыға береді. Дәл қазір болмаса, пока-пока. Аривидерчи.